жеткілікті емес. Бұл 1 триллион теңге деген ол жаңағы шетелге ұрланып, шырланып, талан-таражға түскен халықтық қаржының оннан 1/100 пайызы ғана болуы мүмкін. Өткенде премьер-министр Әлихан Смайыловтың айтуы бойынша, экс-премьер-министрдің 220 триллион теңгенің көлемінде тексеріс жүріп жатыр деп естідім. Ол, мен ойлаймын, ол жаңа өзінің әдеттегі сақтығымен үнемдеп кемітіп айтты. Мүмкін бұдан да көп болуы мүмкін. Сондықтан оныңға 220 триллионның қасында 1 триллион деген ол енді салыстыруға келмейді. Заң қабылданатын кезде сол капиталды қайтарған адамдарды аты жөнін жасырып қалатын заң нормаға енді қазір әлде нашар жұмыс болып жатса, заңды қайта қарап, басқаша қатаң жаза көрсетіле ме? Мысалы, аты жөнін жариялау.